Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бетті қалай ағартуға болады? Бетті ағарту сіздің теріңізді біркелкі етуге, пигментті дақтарды кетіруге және жалпы көріністі жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл процедураны қымбат сән салондарында ғана емес, үй жағдайларында да жасауға болады. Мысалы, ағарту жолдары: қиярдан жасалған маска ең тиімді ағартқыш. Ол қолжетімді және арзан. Қиярды ұсақ бөлшектерге ұнтақтап, оған бір қасық қаймақ және қоректендіретін крем қосу керек. Бетке жағып 20 минут ұстаңыз. Лимон ағартуға арналған ең көп таралған әдістердің бірі. Лимон шырыны, оның құрамында С, Е, Р және В тобындағы дәрумендер бар. Жұмыртқаның ақуызын 15 мл лимонның шырынымен және ұсақталған қантпен араластырып, бетіңізге басыңыз. Процедураның уақыты 15 минуттан аспауы қажет. Соданы қолдану терісі майлы әйелдерге ғана ұсынылады. Теріңіз құрғақ немесе сезімтал болса, бұл әдістен бас тартыңыз. Соданы таза суға салып, қоюланғанша араластырыңыз. Бетіңізге жаққан соң, қолыңызбен уқалап, жылы сумен шайып тастаңыз. Осы тәсілді аптасына 1 рет қана жасаңыз. 15 минуттан артық ұстамаңыз. Айран. Бұл сусын пигментті дақтарды жоюға көмектеседі. Егер оған ақ желкең, петрушка шырынын қоссаңыз, барлық үмітіңіз ақталады. Ақ балшық. Балшықтың ұнтағын сумен ерітіп, теріге басыңыз. Жақсы әсер қол жеткізу үшін маска құрғап қалған кезге дейін тосыңыз. Лосьон. Сондай-ақ шөптерден жасалған лосьондардың әсері жоғары. Олар теріге қауіпсіз және тиімді. Ақ желкен немесе алжапқышты тұндырып, терінің күніне 2 рет сүртіп отырыңыз. Бірнеше аптадан кейін нәтижесін байқайсыз. Сонымен қатар денені ағарта алатын өнімдердің қатары мыналарға жатады: құлпынай, бал, қызанақ, сұлы, бақбақ, сүт тағамдары. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.